Әйгілі Ақсақ Темір ханның әмірі бойынша 1396-98 жылдары Түркістан шаһарын хан ордасы етіп Қожа Ахмет Яссауи бейітінің басына зәулім сағана мешіт салдырғаны тарихтан белгілі. Бұл жылдары Бәйдібек батыр Боралдай елінің жылқылы байы әрі биі боп тұрады. Әділ билігі, кесімді шешімді шешен сөзімен, адамгершілік ақыл парасатымен атырабына танылады. Оның Ақсақ Темірмен замандас достық қарым-қатынасы Ташкент шаһарынан басталғаны жоғарыда айтылды. Екі дос енді Түркістанда, Сайрамда, Боралдайда, Шаян, Бөген өзендерінің бойында жиі кездесіп тұрады. Бір жолы Ақсақ Темірдің Түркістандағы зайыбының үйінде билер, бектер, батырлар, ақын жыраулар бас қосып, әңгіме дүкен құрып отырады. Олардың ішінде Асан Қайғы жырауы Бәйдібек би болады. Ақсақ Темір Күйкентайды баптап, Аққуды алғанын әңгімелейді. Сонда Бәйдібек жанында манадан бері жыр толғауын толғап отырған Асан Қайғы: «Әттеген-ай, сұлтаным, бекер іс жасапсыз» деп бармағын тістепті. «Неге?» депті Ақсақ Темір. Сонда Асан абыз: «Аққу депті қанатты құстың төресі, бейбіт өмірдің бейнесі, ал Күйкентай болса тышқан аулайтын ұсақ құс қой. Оған аққуды ілдіргенің биік парасатқа, әділ төрелікке, кербез сұлуға қиянат жасағанмен бірдей». Ақсақ Темір Түркістан атырабындағы жұмысқа жарамды адамдарды мешіт құрылысына жектіреді. Шебер ұсталарға, сарбаз жұмысшыларға үй беріп, оларды азық-түлікпен қамтамасыз етуді сол өңірдегі байларға, саудагерлерге жүктейді. Осы кезде Бәйдібек мешіт тұрғызушыларға көп көмек көрсетеді. Әр жерден үй тіктіріп, үйір-үйір бие, келе-келе түйе саудырып, құрылысшыларды қымыз, қымыранмен қамтамасыз етеді. Қора-қора қой айдатып, сойыс астық беріп тұрады. Сауран, сығанақ, Атабайдағы саз-балшық илеуші, қыш құюшыларға сүт, қылшық, жүн жеткізіп береді. Олар кірпіш сапалы шеген болу үшін сүтпен қылшық жүнді саз-балшыққа қосып илейді. Осы жұмыстың барлығына Бәйдібек өзі тікелей атсалысады. Жұма намаз сайын мешітке келіп дұға оқып, зиядат қылады. Кәріп-кәсерлерге, жетім-жесірлерге құдайы, садақа, мал-мүлік, киім-кешек үлестіреді. Сөйтіп жүріп, ол мешіттің бас шырақшы софысы Мақтым Ағзам қожамен танысып, дос боп алады. Бәйдібек Түркістанға мал айдатып барғанда, сол Мақтым қожаның үйіне түседі. Малын соның әулі жай қорасына жайғастырады. Мақтым Ағзам Софы Қожа Ахмет Яссауидің Гаухар деген қызынан тараған ұрпақ еді. Сондықтан да ол өзінің бар өмірін сол бабасына қызмет етуге бағыштаған нағыз иманды софы бопты. Мақтым Ағзамның ұлы Әлисыман батыр Ақсақ Темірдің әскер басы боп қызмет етеді. Ол Ақсақ Темірмен бірге талай жорық шайқастарға қатысады. Алтын Орданы, Сарай шаһарын, Сарай Беркені аларда ерекше ерлік жасайды. Сондықтан да оны Ақсақ Темір өзінің айбынды батыры есебінде қасынан тастамаған. Әлисыман Уәйіс ханның апасы Нұрбикеге үйленеді. Нұрбикеден Нұрила болашақ домалағана туады. Бұл 1378 жыл болса керек. Әлисыман батыр өзінің қолбасшысы Ақсақ Темірмен бірге Алтын Ордаға аттанарда әйелі мен жас қызын әкесі Мақтымның қолына табыс етіп кетеді. Содан ол соғыста мерт болып оралмайды. Әйелі Нұрбике Түркістан шаһарының түбінен ағып өтетін Қарашық өзеніне шомылып жүргенде жылан шағып өлтіреді. Нұрила әке-шешеден жастай жетім қалады. Оны атасы Мақтым Ағзам және оның бәйбішесі Зухра қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп өсіреді. Бәйдібек би шариғат, дін, софылық жағынан өзіне ұстаз пір тұтқан Мақтым Ағзамды әйелі Зухра немересі Нұриламен қоса оқтын-оқтын алдына қонаққа шақыра жүріп, Боралдайға дағдыландырады. Бірер жылдан кейін оны көшіріп алдырады. Бала бөген басына үй-жай, қора-қопсы салдырып, мешіт тұрғызып береді. Ташкент, Бұхар, Самарқаннан молда, ишан, софы, хафиздер алдырып, жағдай жасайды. Оларға бас имам, балаларды оқытатын молда етіп, Мақтым Ағзамды белгілейді. Ауыл-аймақ балаларын жинап оқыттырады. Нұрила да, Бәйдібектің бала шағасы да
сол мешіттен оқып сауатын ашады. Ескі шежіре, хисса, шариғат кітаптарын оқып үйренеді. Сөйтіп Бәйдібек би сол атыраптағы көптеген адамдарға мұсылманша жақсылық жасайды. Бір күні Мақтым ағзам Софы түс көріпті. Түсінде Қожа Ахмет Яссауи бабасы аян беріпті. Жалғыз немере қызына әулиелік дарып бақ қонады. Оның білегінен кім ұстаса, сол адамға некесін қиып қос үбірлі шүбірлі бақытты болады депті. Ояна кетсе түс екен. Я Құдайы, осы түсімді пайғамбар жорып, Нұрила қызымды бақытты қыла көр, әумин деп бата қылыпты. Бұл кезде Нұрила 8 жаста, мешітте дәріс оқып жүреді. Жылдар өтеді. Нұриланың жасы 14-ке толғанда мынадай оқиға болады. Бір күні Нұрила қыз құдықтан су алуға барады. Ол кезде суды түйе мойнақ қауғамен тартатын. Нұрила шығырды ағытып, қауғаны құдыққа түсіреді. Шығырдың тұтқасын шиқылдатып айналдырып, су тола түйе мойнақты өзіне қарай тарта бергенде шығыр ағытылып кетіп, қауға мауғасымен қыз терең құдықтың түбіне күмп етеді. Оны жолда ойнап жүрген балалар сыртынан көріп, ауылға хабарлайды. Елден бұрын Бәйдібек жүгіріп жетіп, құдық түбіне еңкейіп қараса, қыз қауғадан ұстаған күйі су бетінде қалқып тұр дейді. Нұрила қауғадан мықтап ұста, мен тартып шығарайын деп айқайлайды да шығырды бұрайды. Қыз құдық аузына жеткенде Бәйдібек оның білегінен ұстап шығарып алады. Құдықтың мұздай суына тоңып дірдектеп тұрған қызды шапанына орап, балаша көтеріп атасының үйіне апарады. Зуқра әжесі жігі жапар болып, оған ыстық сүт беріп жылытып алады. Ертеңіне Түркістаннан Мақтым атасы келеді. Шырағым, құдықтан сені Бәйдібек батыр қайтып алып шықты деп сұрайды. Қауғадан мықтап ұста деді. Мен ұстадым. Құдықтың аузына жақындай бергенімде білегімнен ұстап шығарып алды. Шапанына орап үйге алып келді. Ендеше сені сол батырға ұзатамыз. Өзіңе айтып ем ғой, мен түс көргемін. Түсімде Қожа Ахмет бабам, немереңнің білегінен кім ұстаса, соған бер, балалы шағалы бақытты болады деп. Сол әулие баба аян бергендей келесі жылы Нұрила Бәйдібек биге тұрмысқа шығады. Той бірнеше күнге созылады. Нұрила әуелі Сары бәйбішенің қолына түседі. Өзі адуын, тік мінезді Сары бәйбіше алғашқы кезде жас келінді оған-бұған жұмсап, ынтымақ сақтап жүреді де, кейін түрткілеп күндей бастайды. Бәйдібек Ташкентке кеткен күннің ертеңіне жас келіншекті отынға жұмсайды. Қарулы Нұрила бір арқа жусанды көрші отыратын мүсәпір кемпірдің үйіне апарып тастайды да, қайта барып, екінші арқа жусанды бәйбішенің үйіне әкеле жатса, Сары бәйбіше оны барыпты да қамшымен сабай беріпті. Сондағысы бір арқа отынды неге ана үйге апарасың деп кінәлапты. Жас келіннің көйлегі жыртылып, басы жарылып қалады. Керегенің көзінен қарап тұрған Зеріп ана дереу жүгіріп барып екеуін ажыратады. Нұриланы үйіне әкеліп, өз көйлегін кигізеді. Қанын жерге тамызбай сүртіп алады. Ташкенттен оралған Бәйдібек бұл жанжалды естиді де ертеңіне Нұрилаға отау тігіп, бөлек ауыл етіп отырғызады. Айлар өтеді. Бұлақ басында айы күніне жеткен Нұрила толғатып ұл табады. Ұлының атын Тілеуберді қояды. Ағайын туыс, абысын ажындар құтты болсынға жиналып, шілдехана өткізеді. Ел тарайды. Бәйдібек би Ақсақ Темірдің шақыруымен Ташкентке кетеді. Осындай оңаша кезді пайдаланып, Сары бәйбіше қасына ешкімді ертпей, жалғыз өзі Нұриланың үйіне барады. Оның күндестік қастандығы әлі қалмаған екен. Бар, сен енді малыңды жайғап кел, балаға мен қарай тұрайын дейді. Нұрила ене сөзін екетпей сыртқа шығып кетеді. Қойшы жылқышылармен бірге малды қора-қопсыға жайғастырып үйіне келсе, бесіктегі бала шырқырап жылап жатады. Сары бәйбіше Нұрилаға: балаң жылауық екен, осындай шалажан сары бала туасың ба, найсап? Бұл біздің отағасыдан емес, қойшы қолаңнан ғой шамасы дейді де, долданып үйіне қайтып кетеді. Нұрила нәрестені бесіктен шешіп, емізгел алдын ала бергенде, еңбегінің ойылып қалғанын көреді. Ол дереу Жантас деген аға жылқышыны шақырады. Жантастың тәуіпшілігі бар екен. Ол нәрестені ары-бері қарап, баланың бас сүйегі жарақаттанған. Жерге құлатып алдың ба, әлде үйде бөтен біреу болып еді
деп сұрайды Нұрила. Үйде үлкен енем қалып еді дейді. Әй қақпас сәлім дейді Жантас. Мынау соның бармағының ізі ғой. Жас нәрестенің басын қолымен мыжып жіберіпті. Мен дереу оташы алып келейін. Жантас Шаян мешітінде тұратын оташын алып жетеді. Оташы: нәрестенің бас сүйегі опырылып кетіпті. Әйтеуір миы аман екен. Дереу тасбақаның сүйегін тауып әкеліңдер дейді. Жылқышылар 3-4 тасбақаның сүйегін әкеледі. Шебер оташы нәрестенің опырылып кеткен сүйек жаңқаларын еппен алып тастап, тасбақаның үстіңгі қабығын жапсырып, оны жаңа сойған тайдың ішегімен орап, таңып тастайды. Бірер айда жас сүйектер бірімен бірі қабысып, жазылып кетеді. Содан Тілеуберді баланың аты Жарықшақ аталып кете барады. Бұл күндестік қастандықтың арты біраз сөз болып, Бәйдібек би Сары бәйбішесін төркініне апарып тастамақ болады. Бәйбіше Нұрила күндесіне барып, кешір мені деп жалынады. Ақылды, сабырлы, қайырымды Нұрила бір жолға кештім депті. Сөйтіп, ел аяғы тынышталыпты. Сонымен Нұрила келіншек бұлақ басында жалғыз үй отыра береді. Бәйдібектің екінші зайыбы Зеріп болса, соның алдында Шаян өзені бойына жайлауға қонғанды. Бәйдібектің билік жұмысымен Түркістан, Сауран жаққа кеткенін естіп, сайрамда жатқан Қарағайдар деген қарақшы Боралдайдағы Бәйдібек байдың жылқысына аттанады. Сабаудай 10 шақты жігіт бұлақ басында отырған жалғыз үйге бұрылады. Бөтен адамдардың үйіне бұрылғанын көре салып, Нұрила әжесінің кимешегін киіп, кемпірге ұқсап отыра қояды. Мұртты қара шойтпақ: бұл кімнің үйі? Біздің отағасының үйі. Отағасың кім? Бәйдібек би. Өзі қайда? Түркістан жаққа жолаушылап кеткен. Шөлдеп келеміз, сусын бар ма? Нұрила оларға ешкінің айранын ұсынады. Мұртты жігіт айранды менсінбей қасындағы серіктеріне береді. Олар айранды сіміріп салып, тағы да сұрайды. Нұрила 2 зерен айран берген соң, мырзалар айран таусылды дейді. Мұртты жігіт: оқасы жоқ, жігіттер сусындаса болғаны, мен нан ауыз тиейін. Нұрила оған бір күлше нан береді. Қара мұртты күлшені шетінен опырып жейді де: күлшең тәтті екен, не қосып ең? Өз емшегімнің сүтіне илеп пісіріп едім. Пәлі, Алланың рахымына қараңыз. Сіз бізге ана, біз сізге перзент боп қалдық қой. Сізді ұмытпаймыз, қайтарда соға кетерміз. Екінші шегір көз жігіт: Бәйдібек байдың жылқысы қайда? Нұрила сезіктене қояды. Оны қайтесіздер? Жылқыға да, жылқышыларға да тимеңіздер. Жолдарыңыз бола қоймас, әуре боласыздар. Менің тілімді алсаңыздар, кейін қайтыңыздар. Алаңғасарлау бір жігіті: қатынның тілін алған қараң қалады демекші, алған бағытымыздан қайта қоймаспыз, деп бәрі жүріп кетеді. Соның алдында 3 күн, 3 түн нөсер жаңбыр жауып, Боралдай өзені тасып жатқан кез екен. Қарақшылар өзенге барса, Боралдай суы кенересінен асып, бұрқырап жатады. Олар өзен жағалап өткел іздеп біраз әуре сарсаң болады. Саяздау шығар деп бір жерінен өте берем дегенде, алдымен әлгі алаңғасар жігіттің аты тасқа сүрініп кетіп, ат батымен суға ағып бара жатады. Тағы бір екеуі шүңетекке түсіп кетіп, аттарынан айырылып, өздері өлдім талдым дегенде малтып жағаға әрең шығады. Қара мұртты: жігіттер, болмас, кейін қайтайық. Әлгі кемпір тегін адам емес екен. Қайта барып кешірім сұрап, ауылды табайық дейді. Атынан айырылған үшеуі өзгелеріне мінгесіп, бәрі Нұрилаға қайтып барады. Алғашқы келгендегідей емес, бұл жолы бәр аттарынан түсіп: о, қасиетті ана, кешіріңіз, айтқан тіліңізді алмаймыз деп осынша пәлеге ұшырадық. Оң батаңызды беріңіз, елімізге қайтайық дейді. Кішкентай Жарықшағын емізіп отырған Нұрила: ендеше қолдарыңды жайыңдар. Құдай оңдасын, әруақ қолдасын, адал жүріп, адал тұрыңдар, алдарыңнан жарылқасын, деп оң бата береді. Осы кезде әлгі қарақшылардың бастығы: Дихнат мама, деп оған тағзам етіпті. Сіз маған шын ана болдыңыз. Құдай ақын, нағыз әулие, киелі ана екенсіз. Біз енді түсіндік. Бұл
Қарағайдар аталып, қарақшылардың басшысы болып кеткен түрікмен жігіті екен. Оның шын аты Айдар Нұркелекұлы еді. Кезінде Қызыр Қожаханның әскер басы болыпты. Ол өле-өлгенше Нұриланы Дихнат мама деп Боралдай да болса Боралдайға, Ташкентке барса Ташкентке, Түркістанда жүрсе Түркістанға әдейі барып, сәлем беріп, Нұриланың батасын алып жүретін бопты. Осы оңғарылып ақ жолға түсіпті. Міне содан былай қарай Бәйдібек бидің кіші әйелі Нұрила Домалағаны аталып кетіпті. Осылай хикая етілген Аққұс Сатыбалдыұлы жазған шежіреде. Бұл шежіре кітап 1841 жылы Ташкент баспасынан жарық көрген. Бәйдібек баба, оның үш әйелі, олардан өсіп таралған ұрпақтар, әсіресе Домалағананың әулиелік керемет қасиеттері жөнінде жазылған бұл шежіре Аққұс ақсақалдан бұрын Әбілғазы Баһадүрдің Инсанияти Дихнат мама аталған кітабында жазылған. Бұл кітапты кезінде атақты Төле би оқып, баласы Қожабекке көшірткен. Ол қолжазба 1713 жылы Ташкентте Төле бидің жарлығымен басылып шыққан. Оны Төле бидің батыр жиені Шинат Қарабатырұлы көшіріп алып, Бабасейіт әулетіне таратқан. Одан бүткіл Дулат ұрпағына жайылып кеткен. Бәйдібек және оның ұрпақтар жөнінде мұндай дерегі мол басылымдар көп емес. Оны зерттеп толықтырудың сәті енді түсіп отыр. Соңғы кезде Бәйдібек би жөнінде осы жолдардың иесі ел аузындағы аңыз әңгіме нақылдарды жинастырып жүргенді. Біздің осы жиған тергенімізді тарихшы Дәниярбек Дүйсенбаев, жазушы Еркінбек Тұрысып, зерттеуші Сәрсенбі Дәуітов, Мамытбек Қалдыбаев толықтыруда. Алдағы уақытта осылайша бірлесе іздестіре беру ата-баба аруағы үшін кімге де болса парыз деп ойлаймыз. Бәйдібек би баласы Жарықшаққа ерекше мейірім, қамқорлық көрсетеді. Оның болашағын ойлап, Нұриланы баласымен Ташкентке көшіріп апарады. Әкесі Қараша биден қалған әулі жайға иелік еткізеді. Нұрила жалғыз баласын қала дәстүрімен тәрбиелейді. Медресеге оқуға береді. Жарықшақ оқуға аса ықыласты, зерек болады. 7-8 жасында арабша кітаптарды, аңыз қиссаларды мүдірмей оқитын болады. Нұрила Жарықшақтан кейін 1402 жылы Қызайым деген қыз, онан соң Тәңірберді, Ақберді деген екі ұл, Күлайым деген және бір қыз туады. Бір деректе Күнбибі оны Қызай деп атайды, Ақбибі оны Мұрын деп атаған, және Сабан деген үш қыз туыпты деп көрсетілген. Бұл перзенттерінің Қызайымнан басқасы жастай өліп кетеді. Ал Қызайым Нұриланың өзіне айнымай тартқан ақылды шымыр боп ержетеді. Қызайым бой жеткен соң Найман аталық дегеннің үлкен баласы Шағыр батырға ұзатылады. Қызайымнан Дербіс, Бегімбет, Ителмен, Меңіз туады. Олар кейін 19 болыс ел боп кетеді. Бәрін Қызай Найман деп атайды. Қызай, Меңіз, Тәңірберді, Құдайназар бәрі де шетінен бабасы Бәйдібекке ұқсап елін жерін қорғап өткен батырлар екен. Солардың ішінде әсіресе Қызай қыз бен Құдайназардың асқан батырлығы ел аузында аңызға айналып осы кезге дейін айтылып келеді. Қызай аспанға лақтырған тақияны, көз ұшында ұшып бара жатқан торғайды атып түсіре беретін мерген бопты. Бір соғыста Қызай шапқыншылардың құз басына бекінген 10 шақты мергенін атып түсіріп, өздеріне жол ашады. Аягөз, Матай аралығындағы тауларды жайлаған ауылдарды мал жанымен жаудан құтқарып алады. Сол таулардағы қырғын шайқаста өзі де ерлікпен мерт болады. Кейін ел жұрты сол тауды Қызай тауы деп атап кетеді. Жарықшақ кейін Бұхардағы жоғары медресені тамамдап, Ташкент мешітінде имам софы болады. Нұрила баласын Уәйіс нағашысына ертіп барып таныстырады. Ол кезде Уәйіс Моңғолстанның ханы боп тұрады. Нағашысы Жарықшақты Жетісу атырабына Уәйіс бек етіп белгілейді. Сонымен Жарықшақ Жетісу өлкесін ұзақ жылдар билейді. Ол Парсы, Иран елдерімен сауда қарым-қатынасын жасайды. Уәйіс 1429 жылы қайтыс болады. Оның артында Жүніс, Есенбұға деген ержеткен екі баласы қалады. Ел жұрты Есенбұғаны әкесінің орнына хан көтереді. Жарықшақ Есенбұға ханға бас уәзір кеңесші болады. Жарықшақтың бірінші әйелі Тәукел бибіден Албан Суан, екінші әйелі Бөбі Патимадан Дулат туады. Албан Суан батыр шалыс, ал Дулат ақылды, сабырлы боп ержетеді. Нұрила кіші келіні Бөбі Патиманы еркелетіп,
Бипаш дейді екен. 1452 жылдары жарықшақ анасы Нұриламен ақылдаса отырып, 3 баласына Жетісуды өрлей мекен деп жайлауды тапсырады. Содан Албан, одан тараған Сары Шыбыл ұрпақтары, Суаннан өрбіген Байтегей балалары Қытаймен шектес Нарынқол кеген жерін мекендеп кетеді. Ал Дулаттан өсіп өнген Ботпай, Шымыр, Сыйқым, Жаныс рулары қазіргі Талдықорған, Алматы, Шымкент облыстарын мекен етіп тіршілік етеді. Дулаттың сол 4 баласының өскелеңдігі жөнінде халық арасында жаныс көп пе, қамыс көп пе, сиқым көп пе, қиқым көп пе, шымыр көп пе, шыбын көп пе, ботбай көп пе, бота көп пе деген мақал мәтел таралып кеткен. Тыңдағандарыңызға рахмет.